Кептердің аяғы неге қызыл? Топан су кезінде Нұх пайғамбар құрғақ жер іздеу үшін қарғаны жұмсайды. Ол жемтікке алданып, келмей қояды. Екінші сауысқанды жұмсайды. Ол да өлексеге үйір болып алданады. Үшінші жолы кептерді жібереді. Ол адамға адал еді. Қарны ашып тұрса да, жемтікке жоламайды. Зәйтүн ағашына қонады. Ағашқа өлексенің қаны жұққан екен. Оның аяғы қанға тиіп, қызарып кетіпті. Содан бастап, кептердің аяғы қызыл болып қалыпты. Мұхаммед пайғамбар дінсіздерден қашып, үңгірге тығылғанда, көк кептер оның аузына ұя салып жұмыртқалайды. Өрмекші өрмек тоқиды. Дінсіздер оны көріп, Мұхаммед пайғамбар үңгірде тығылса, кептер ұя салып, жұмыртқа басып үлгермейді. Өрмекшінің де өрмегі бұзылған болар еді. Пайғамбар бұл жерде емес деп кері қайтады. Сөйтіп, кептер мен өрмекші пайғамбардың өмірін сақтап қалған екен. Осы оқиғадан соң екеуі де мұсылмандар арасында киелі саналыпты.